Сәлем достар, сіздермен бірге Лавиз. Бүгінгі шығарылымыз өте ерекше болмақ, себебі біз осы маусымдағы соңғы түсірілімді қазір жасаймыз. Қазір жасаймыз. Маусым деген қандай? Ну, типа, осы оқу аралығындағы оқу жылының соңғы осы маусым, осы сезон деп айтады ғой, соны айта салайын деген ерекше қылып. Гүлзат өте осындай көшеде әркімді ұстап алып сөйлем ұратқанда бәле дейді, бірақ осындай кезде сөз құрай алмайды. Осы жерде басында солай келесі жылға түсіреміз бе түсінеміз. Келесі жылы ма? Түсірейік па ағайын? Алла мандығын берсе. Не болды? Сондықтан неше билейсіз болып отырса, не болды? Сюда? Басталып кетті. Айтып отырық қой біз уже. Андай, ертең эфирдегілер сұрайсыздар ғой да, премияны ермек неге ерекше болып кәсіптай жүр. Ауыздан жауып отырыңдаршы! Жоп! Авая, кейін емесі Рамазан айтыр. Еще раз давай сейчас. Чисто, да? Ладно. А что, басынан ба не ағай? Давай заново. Лучше даже. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күнді биылғы қайсыздар Сами астырма. Гуризан, Брэд Питт и Анджелина Джоли там что-то. Неге болған Анджелина Джоли ағай? И Брюс Уиллис там. Ал кеттік ал. Полковник. Давай, работаем. Барлығына сәлем, сіздермен бірге Лавиз. Бүгін бізде ерекше түсірілім болмақ. Себебі біз осы маусымдағы соңғы түсірілімді қазір жасаймыз. Иә. Екен. Иә, одан кейін біз кішкене демаламыз, жаңа идеялармен, жаңа бір ойлармен келесі жылда сіздерге жақсы бір жобалар ұсыну үшін демалысқа кетеміз. Неге маған бүйтіп демалысқа кетеміз деп? Бұл екеуі демалады, идеямен іздеп алып келемін жаздай. Иә, сосын. Негізі достар, биылғы маусым қатты қиын болды негізі. Биылғы жыл оңай болған жоқ. Точно оңай болған Екі шығарылым жасадық па? Ойбай, қатты көп шығарып қойсыңдар ғой. Мен үшін біреу ағал. Мен жоқта тоқтармен түсіріпсіңдер, иә. Құрметті достар. Енді сіз жұмыс бастысыз ғой. Сіз содан кейін ұстай алмай қалды сол кезде. Татшы әңгіме бітіріп алайын. Барлығы сұрайды шығар ертең ермек неге Әшімжалармен келдің деп. Бірінші выпускты көріп өтсеңіздер, мына екеуі классика киіп алған, ақылдасып екеуі бірдей жасыл күшті болып киініп алғанда мені спортивкамен әкеп қойды. Осы жолы мен классикамен киініп алдым. Еще соңғы маусым болғаннан кейін қоштасу кешіне осылай Әшімжалармен дұрыстап қоштасайық дедік. Имам шақырып қойдым деп. Ол кезде біз саған ки демедік қой, өзің солай келдің, енді біздің кінәміз не. Осы кезде ана тема басталады ғой. Еркектердің несі әйелдерге байланысты дегенде. Қандай. Ал нақтылай кетші осы тұрғыда. Мысалға, еркектің басын төрге сүйрейтін әйел, көрге сүйрейтін әйел деген сөз бар ғой. Сол нәрсе. Мен оның ол дұрыс емес. Неге? Әйел еркекке поддержка береді ғой, дұрыс қой. Поддержка береді, оның барлығы дұрыс. Бірақ мысалға еркек күшті киінгісі келмейді, андай бір не болса соны кие салғысы келеді. Енді ол жаман киініп жүрген үшін әйелі саған жақсы қарамаған. Жоқ, қарада, ол мынандай жұрт мысалы қарайды да күйеуіне. Менің әйел салақ екен дейді, жаман киініп жүрсе. Вот, мысалға еркек өзіне қарағысы келмейді да, ол. Ол неге өзіне қарағысы келмейді ол? Ну, ол просто ол сондай адамдар әртүрлі адамдар болады. Мысалы, біреулер кір киінген жақсы көреді, біреулер әдемі болып киінгісі келмейді. Мен кір кигісі келетін адам көрмеппін осы өмірге дейін. 20 жыл өмірімде. Жоқ, ол сенің жеке еркек ретіндегі личностың да, ол сен ерінесің, мысалға кейде киіміңді жууға ерінесің, бірақ оның неге әйелге тікелей қатысы бар деген сияқты нәрсе ғой. Мысалға сен рубашкам жуш деп айтпайсың. Айтпайсың, өзі жуу керек. Неге әйел өзі жуу керек? Сонда мысалы мынандай ма, сонда ол еркектің киімін өзі біліп жуып қою керек, тамағын өзі дайындап қою керек. Сен не құлдық дегенге алып кеткен сияқтысың да? Мне кажется, көп нәрсе сондай. Шыңғыра бермеші деп жатырсың. Өшіп тасаңдаршы. Ужас, маған мына екеуі давка жасап жатыр. Не істеп жатыр? Ал айтшы жаңағы қорқытшы. Сол, в целом, ол еркек жеке личность, әйел жеке личность. Оларды типа бір-біріне қатты бір байланыстырып жіберген дұрыс емес сияқты. Яғни еркектің өзін дұрыс ұстай алмауы, оның басынан көрге кетіп бара жатқаны әйелге тікелей байланысты емес екендігін айтқым келіп тұр. Соғандай ғой, бізде екі жарты бір бүтін деп айтады ғой. Екеуі бір-бірін толықтырады деп айтады.
көп нәрселерде сендер инстаграмнан видеолар көрсеңдер де жарты жүрек пен жарты жүрек екеуі қосылып бір жүрек шығарады, сондай күшті андай видеолар бар ғой мысалы андай 2 лайкпен жарты жүрек. андай 2 лайкпен тұратын индустардың видеосы сияқты ана күшті болып тұрады ғой өздері. Сондай ғой, екі жарты бір бүтін әйел еркектің қабырғасынан жаратылған деп не үшін айтады? Қабырға ол денеңді ұстап тұруға да көмектесетін зат қой негізі по идее. Сол секілді ғой. Ол сен еркек шаршап тұр да, мысалы күйеуі шаршап келді, жұмыстардан басқа да отбасымды асырайын деген жауапкершілік еркекте жоқ емес, көп қой. Сол жауапкершіліктерді енді екеуі бірге шешу керек қой. Сол нәрсені көмектеседі, әйел поддержка береді, мотивация береді, сол жағынан дұрыстап береді деп жатыр. Осы шығарылымнан кейін Ермек қандай ақылды жігіт дейді шығар қыздар. Жоқ, менің мнением солай, мнением. Жоқ, в целом әйел мен еркек бір-бірін толықтыру керек. Бірақ бірінің жасамай қалғаны үшін немесе бірінің қателігі үшін екіншісіне тікелей оны байланыстырмау керек та. Әрқайсысын жеке-жеке қарау керек. Жеке-жеке. Сіз де сөйлеп отырсаңыз кішкене. Мынау мындай деп қарастырмайды ғой. Оны қалай ол? Қуып отырмын ба, қуып жете алмай отырмын ба, бір нәрсе бар. Қара да, мысалға, екеуі ерлі зайыпты да, қара да. Әйелі мынандай екен, күйеуі мынандай екен деп бөліп қарайсың ба? Мына отбасы қандай отбасы, екеуі күшті тату-тәтті деп қарайсың ғой? Отбасы деп қарайсың, бірақ андай неге, ой, қайтадан бір ойға келіп жатырмын, бірақ соны айтқым келіп жатқан нәрсе, мына отбасы күшті, бірақ осы отбасының еркегі бөлек күшті, әйелі бөлек күшті деген сияқты екеуіне жеке-жеке қарау керек. Екеуі жеке-жеке келіп бір нені әдемі отбасын құрап жатыр. Именно қара да, ол барлық адам 100% күшті болмайды ғой, и 100% жаман болмайды. Біреуінің жақсысы, біреуінің жаманы, екеуі бір-бірін толықтырады. Сол себептен бір бүтін қарастыру керек. Болды. Просто осы мақал үшін әйелдерге көп ауыртпалық артып тастайсыңдар. Әйелге көп не бересіңдер, типа. Әйел сол үшін біз мысалы ойлана бастаймыз. Біз тамақты да жақсы жасап үйренуіміз керек. Біз киімді де тігіп үйренуіміз керек. Киімді де жуып, еще білім алуымыз керек. Бала тәрбиелеуіміз керек. В общем, әйелдерге беретін міндет қойсаң. Үйленуің бір міндет екен. В общем, қыздарға сондай көп жауапкершіліктер артылып тастағаннан кейін болмаса ол бізге қиындау сәл. Үйленген кезде махрге тоқал сұра. Ана жаңа жұмыстарын сол істесін. Ол енді қара да, сен айтыватсың, бүкіл проблема ретінде қарастырып жатсың ғой, ол күнделікті өмірде жасайтын зат қой. Сен былай өзің өмір сүргенде, өзің үшін өмір сүргенде ол нәрселер жасап жатсың ғой, дұрыс па? Ал енді қара, еркектің басында жауапкершілік жоқ емес қой, ода да бар ғой. Отбасын асырауы бар, әйелінің көңілінен шығу бар, отбасы, папа-мамасының көңілінен шығу бар, екеуінің ортасында басқа отбасы болғаннан кейін болып тұрады. Мысалы, келіннің енесі былай түсінбей қалуы мүмкін, сол ортада екеуі бала қалып кетуі мүмкін. Жаңағыдай қалада тұрамын, ауылда тұрамын дейтін темалары басқа да бар. Бүкіл проблемалар көп қой еркекте де. Оның барлығын ол да шешу керек. Сол себепті екеуі бірге, әйел мен еркек бір-бірімен мәмілелесіп, екеуі бірге барлығын шешу керек деп ойлаймын. Иә, шешу керек. Просто көп жүк артпау керек. Ауылға келін болып түскен кезде немесе қалада всем сол. В общем, мында шанс жоқ. Көп жүк артпаңдар қыздарға. Әркім өзі жүрсін, өзі өмір сүрсін. Негізі махр деген не ғой? Жақсы тема екен. Тоқал сұрау дейсің. Дінде деген егер жаңа күйеу оқыс жағдаймен Құдай сақтасын қайтыс болып кетіп жатса, ол бала шағасын асырайтындай болу керек та негізі. Белгілі бір мерзімге дейін ғой. Тоқалмен қалай асырайды? Тоқал енді жұмыс істей бастайды. Негізі ол сияқты негізі. Тоқалдардың аттарын білесіңдер ма негізі? Аққұлтық, нақсүйер. Нақсүйер соңғысы. Нақсүйер. Бәйбіше, тоқал, аққұлтық, нақсүйер. Ужас, аттары жаттап алған ғой уже тоқалдар. Ойлашы, аққұлтық болған обидно ғой да. Өзіңнен кейін біреу келетін біліп тұрсың да. Мен нақсүйерімнің вакансиясы бос. Ужас. Вообще жігіттер. Айтпақшы, құрметті достар, біз осы эфирдің алдында сториске біз андай лайвис, бұл махаббат, бұл сіздер үшін не деген нәрсе қалдырып кеткенбіз. Күшті нәрселер келді, жазба. Әркім махаббатты әртүрлі қабылдайды деген сол нәрселерден сендерге ұнағандары бар ма соның арасында? Оқыдыңдар ма примерно? Барлығымыз белгілеп Рамазанда аз белгілепті. Почти жоқ. Мен белгіледім оны. Мен Рамазан тоже көрмедім. Мен үшін махаббат бұл бір майдан. Құласа құшақ жайған. Сені қалдарын жайып, сұрадым мен Құдайдан. Махаббат бұл бір майдан. Маған анау махаббат бұл ессіздік дейтін нәрсе қатты ұнады. Оны мен телеграмға жаздым. Оны мен жаздым деп айтшы. Иә, Гүлзат жазды. Махаббат бұл мен және тыйды қасыңа. Неге? Отанға деген махаббат. Сен әлі алып жүрме Карлакта үшін мұратты. Сіз бары жерде отанға деген махаббат. Атанаға деген махаббат жоқ дейсің. Неған осы кезде 2-3 қыздың сторисінен көрдім. Ол махаббат деген ол дұғаға қосу деген нәрсені
алла разылығы үшін жақсы көру осы нәрселер көп келді негізі қыздардың арасынан сол жауапқа. Бірақ ұлдардың арасынан сондай бір естіген жоқпын. Ол қыздардан ғана келді. Ұлдардың арасында андай күшті болды. Махаббат бол деген да, отбасын фотосында қойған. Күшті ғой? Отбасың? Да. Күшті. Әдемі махаббат, иә? Ол бірақ просто қасындағылардан зәбір көрген сияқты. Сөйтіп отбасы қойды. Атын бере қойын, аян деп қатты қиналып. Осы кезде менімен дос болу қиын да, просто. Менен шаршаған ғой. Қараңдар, махаббат бұл жан тыныштығы дейді. Адам ғашық болғанда жан тыныш бола ма? Негізі мен ойымша керісінше сияқты. Сен ғашық болған кезде арада бір конфликттер болады. Жоқ, ғашық болған кезде бірақ жан тыныштығы болуы мүмкін. Ол сені жақсы көресің, адамың күшті, и ол сені де жақсы көреді, екеуің комфорт көрген күшті болып жатсыңдар, и ол тыныштық кезі ғой, жаның тыныштық алады ғой. Соның қасында отырған кезде, соның иығына басын қойып ұйықта. Кинода махаббат болып кетті ғой. Махаббат деген қарусыз майдан мен жан тыныштығы деген неге бір-біріне. Қарусыз май. Қарама-қайшы ғой. Ол просто өзіңнің махаббатың үшін күрес деген мағынада түсіндіргісі келген ол кезде авторшы. Ал әртүрлі ғой махаббатты былай андай ғой, мысалы осы жерде жоқ қарада үшеуміз осы жерде отырық, и бізде екі камера бар да, біреу алдымыздан алып тұр, біреу боковой ракурстан алып тұр да, әртүрлі ракурс қой. Сол секілді махаббатты әртүрлі жақтан қарап көру керек та бізге. Біреу майданда қарастырады, былай қарайды. Нет, махаббат жан тыныштығы болса, сен ішің пысып кететін сияқты. Ол енді махаббат деген ұрыс керіс болса, полный ұрыс керіс емес, полный жан тыныштық емес қой, ол бәрі араласып тұрады ғой. Андай ғой, өмір жүректің қарсы секілді ғой, по идее. Андай мініп түсіп тұрады, бір сызық болып тұрса, ол өмірдің несі өмір деген сияқты. Махаббаттың несі махаббат бір сызық болып тұратын болса. Жан тыныштығы деген андай бір салиқалы отбасыларда енді ондай болатын шығар, бірақ көбінде жан тыныштығы точно. Білмеймін, біз андай эмоцияларды жақсы көреміз ғой, қызғанғанды жақсы көреміз, ұрысқанды жақсы көреміз. Сол кезде махаббат ол қызығырақ болатын сияқты более. Қызғану дегенді оны өйтіп нетпеңдер. Что қызғану жақсы нәрсе бай. Негізі жақсы нәрсе, бірақ қызғаныш енді кішкене жамандау. Просто андай араларына жік салуға бірден бір құрал ғой негізі. Қызғанышты дұрыс қолданбай білсең да. Андай ғой, қызғаныш ол неден болады? Негізі сенбегендіктен деген нәрсе емес қой. Ол жақсы көруден де бөлек сезім бар да ол жерде қызғанатын адамнан ше. Жоқ, енді кейде слишком қызғанып кететіндер болады ғой. Ол орынсыз қызғанатындар бар ғой, иә. Орынсыз. Андай жібермейді вообще, сен үйтпе, сөйтпе, ана киімді киме деп қатты ана личностьна кіріп кетеді ғой оның да. Осы енді точно махаббат па? Осы жерде махаббат бар ма? Екеуі серпейді бір. Ол майдан. Махаббат емес. Ол жан тыныштығы қызғаншақсың ба? Мен негізі өзімді қызғаншақпын деп ойлайтын. Мен білмеймін ғой махаббатты, ұмытып қалдым. Кәпір қайталау енді. Жоқ, жалпы махаббатта қандай екенін ұмытып қалдым. Мен әлі махаббат сезінген жоқпын ғой. Может, мен қызғанбаймын деп ойлаймын мысалға. Мен қызғанбайынша адекватты болатын шығармын деп. Бірақ кетші. Мысалы мен өзім ойлаймын да, солай қызғанбайтын шығармын, мен адекватты қыз болатын шығармын. Может, мен үшін ғашық болсам қызғанып кететін шығармын. Білмеймін, бірақ негізі андай шектен егер сенбей солай қызғанса, ол точно махаббат емес. Ол екеуі бір-біріне деген андай не сияқты қарап қалады ғой, біреу бастық, біреу құл сияқты. Біз ғашық болмады сияқты. Роман, сен қызғаныш қалайсың де? Вообще қызғанбай деші. Қызғанатын кездерім болады. Қызғанбайтын да кездерің болады. Қызғанбайтын да кездер. Шын ғашық болғанда қызғаныш. Мұхтар Әуезов ұстап жауап беріп отырса ол сәл настроение сондай. Горилласыз біртүрлі отыр ма? Маймыл болып отырмын горилла. Мен өзі сұрамайсың ғой, сонда сен телефон қарап кетіп жүрсіңдер ма? Білеміз, ермек қызғаншақ. Неге олай не дейсіңдер? Ермек, сен қызғаншақсың ба? Ермек қызғаншақ. Оның ойынша махаббат болған кезде, бір адам жақсы көрген кезде сен оны қызғануың керек. Дұрыс қой енді. Сен махаббатыңа біреу араласпау керек қой. Оны не қатысы бар саған араласып біреу? Бірақ смотря кіммен жоқ, біреу қатысу ондай емес, просто ол саған келгенге дейін ол жеке бір шекаралы адам болды. Сен келесің да оның шекараларын жауып тастайсың. Ана досыңмен араласпа, мына қызбен. Ондай татау емеспін ғой. Ана досыңмен араласпа, мынамен араласпа дейтін. Шексіз қызғаныш деген осы нәрсе. Мен айтып жатырмын бұл жерде, менің қызғанышым туралы айтып жатырмын. Шексіз деген оны сосын айтасың бөлек. Жоқ, ол сенде де ол уақыт өте келе ол қызғаныш болуы мүмкін. Себебі сен қазірдің өзінде қызғаншақсың. Жоқ, өз өзіме жауап бере аламын. Просто андай ғой, қызғаныш жаңағыдай сәл ашумен шығып кететін да, екеуі қосылған кезде сәл жаңағыдай артық қызғаныш болып кетеді да. Екеуі бүйтіп баланс ұстау керек қой негізі по идее. Біз баланс ұстай алмаймыз ғой, мысалға қатты ашуланған кезде сен. Вот баланс ұстау үшін жаңағы қызғаныш та барлығын орынды жасау үшін не істеу керек? Кітап оқу керек, достар. Кітап оқиық. Ал енді кітаптың әңгімесіне келсек. Жоқ, мына жауап маған ұнап тұр.
махаббат қуғанның алдында қашу, қашқанның соңынан қуу дейді. Бұны жазған кісіге айтайын да, қыз, махаббат ол андай не? Маңызды емес қой. Мен көңіме бұзыр емес болсын. Айта ғой. Екеуің менен бөліп дейміз үшіндер ал. Айтайын, махаббат ол маршрут сияқты да, сәл күтсең екінші келеді. Романың айтатын әңгімесі па еді. Маған түк қатысы жоқ, просто есіміз Жоқ, өтірік күт жүрім келмеді. Келмеді ма? Махаббат қуғанның алдында қашу. Сені біреу жақсы көреді, бірақ сен оған сезімің жоқ. керек қой, брат. Сен жақсы көретін адам сен жақсы көрмейді. Да, сондай ғой да. Өмірдің заңдылығы деп айтады ғой соны да. Иә. Негізі өмірдің әділетсіздігі. Анау ғой. Мен сені, сен оны, ол басқаны бірдеңе үшін сол ғой, иә, бір-біріне деген осы махаббат үштіктерінің кете беруі. Гүлзат, байқадыңыздар ма достар, бүгін Гүлзат ашылып, бір өзі шаншар болып отырған. Соңғы эфир болғаннан кейін сәл еркіндеу болайын деп сағынып қалдым мен. Осы емес, енді еркін подкастымызды, осы камераларымызды. Қозғалмай отыр, қайрада осы. Ағай, отыра берейінші. Көрдің ба? Ұрыспайды. Жақсы. Сол, мен кеше біз сұхбатқа бардық қой мысалға. Қашан? Екеуміз барған кезде ше? Рамазан өтірік ауырып қалған кезде. Құрметті достар, біз осы Лавис дейтін осы проектлердің арқасында біз телевидениеге сұхбат беріп қайттық. Просто мен сол кезде отырған кезде сағынып қалдым да біздің осылай әңгіме айтып отырғанымыз. Просто андай еркіндік жоқ шынымен де. Аяғың түзеп отыр, ана сөз айтпа, мына сөз айтпа. Телеарналарда сондай бір нелер бар да, осылай қысып қоятын. Ал біздің подкастымыз еркін. Саясатты да айтуға болмайды ғой. Горилла ашып отырғың келсе, горилла ашесің деген сияқты. Сол сәл өзіміздің жақшылық айтқанымыз. Өзінің жабайылығын сәл ақтап алды бұл жерде. Иә, бізде барлығы еркіндік. Қалай айтқың келеді, солай айтасың деген сияқты. Жаңағы пікір сендерге қатты ұнамаған сияқты, ештеңе айтқан жоқсыңдар. Андай ғой, ол өмірдің заңдылығы ғой. Сен біреуді сүйесің, ол басқаны сүйеді. Махаббат қуғанның алдында қашу, қашқанның соңынан қуу дейді. Әдемі сөз, иә? Прям. Әдемі сөз, андай, бірақ маған ұнамайтын сөз, бірақ сен осы обидно зат маған. Сен біреу жақсы көріпсің, ол басқан жақсы көрсе, обидно ғой кәдімгі. Бірақ ол болатын нәрсе. Но болатын нәрсе, өмірде болады. Но ыңғайсыз. Андай ғой, мысалға, бір жігіт сенің арқаңнан ухаживать етіп, күрсап. Арқаңнан ухаживать етіп. Қалай? Арқаңнан ухаживать етіп. Артыңнан андай массаж оқылып дейтін сияқты түсініп жатырмын ма мысалы деп. Ухаживать етіп мен түсінбеймін ал. Жоқ, артынан жүгіріп, мысалға, осылай кездесулерге шағып. Артынан жүгіріп, мен жаман ұрлықшы едім десе. Айтайыншы. Мысалға солай жүгіріп сен жақсы көремін деп солай сезімдерін білдіре берсе, ол ұнамайды да. Ол уже саған қол жетімді жігіт болып тұрған екен. Ал саған андай сен оның арқасынан жүгірген жігіттерін айта, типа оған саған қарамайтын жігіттер деген сияқты ғой. В целом осындай махаббат үштігі осылай бола береді. Соны айта салайын дедім. Қолда бар алтынның қадірін білмейміз ғой жалпы негізі литро-романтик дейтін тема бар ғой. Ол қандай? Типа андай біреуге типа ғашық болып жүрген сияқты боласың, бірақ оған қолың жеткен кезде қаратқанша жүгіресің ғой. Жалпы адам осындай ғой, мен де деп болған негізі. Сен осындайсың ба? Жоқ, ондай емес. Андай балдар болады ғой, күшті бір сыйлық алып бересің да, ойыншық алып бересің. Анан ойнайды да, қызыға басылғаннан қалады уже. Ана ойнамайды, жұрттың ойыншығын алғысы келеді. Сен сонда қыздарды ойыншыққа махаббатты ойыншыққа теңеп тұрсың ба? Махаббат ойыншық емес. Ужасты. Мысал келтіріп жатырмын. Не деген құйтырқаны бұл деген. Жоқ, біз сенің мысалыңнан ойыңды түсініп отырмыз ғой. Ойнайды қояды да, келесіне өткісі келеді деді біздің. Басыңнан микрофонмен бір ұрып мәйт қылып жіберейін ба? Кетші. қасында аты кім? Жүсіп Ақшода. Бәрін білемін. Сен Жүсіп боласың. Тобой. Еш аққамынан айтты деймін. Мына жерде бір жауап бар, оның саған қарап күлімдеуі. Күлімдеу бұл махаббат па негізі? Оның саған мен саған қарап күлімсің, бұл махаббат па? Неге мысалыңды маған айта бересің, анаған айтшы. Саған қарап күлсем, бұл махаббат па мысалы? Иә. Махаббат емес. Оған қарасаң махаббат, маған қарасаң ол не? Қарғыс. Жоқ, ол махаббат, оның күлімдеп қарауы деген да. Ол сен барлық махаббатқа түсірмейсің. Ол өзінің несіне, өзінің қарата алмай жүрген қызына, может, сондай өзінің жақсы көретін қызына айтты. Ол примерно намекать етіп айтты. Оның историясы сол кісі көретін болсын. Оның күлімдеуі деді.
и ана қыз күшті күлімдейтін болып тұр ол балаға ше басқалай қарайтын болып тұр ол бала сәл повод алып қалып жүр ғой содан ол үміттен қалған жаман ғой үміт алып қалады и мысалы біз бәріне күліп қарай береміз и содан үміт алып қалады да сосын өзіміз қиял болып бір махаббат оқиғаларын құрап сондықтан көп күлген бір жылайды серьезно болып жүру керек па осылай түсінбеймін астартасынан үй жоқта ақылдатпа досың сатпа микрофон 42-ші размері бар ма? аяғыңа кейін деп Жоқ, машинаға кардан салып алайын деген. әңгімелеріңнің пәтуасы кетті балағайлар. осы кезде Рамазан өзінің машинасы бар екенін мақтанып қалғысы келді. Мен сендерге бір сұрақ қояйын да. Негізі адамдардың сана биігінде жолығу деген бар ғой. Екі ғашықтың сана биігінде жолығу деген қалай түсінесіңдер? Қыртқан әңгіме. Оттаған. Андай сана биігінде жолығу дегенді, мысалы менің бір достарым былай түсінетін. Екеуінің көзқарасы бір, екеуі бір нәрсені таңдайды, екеуі бір жақты короче. Сол екеуі сана биігінде тұрып. Жоқ, сен достарыңның сөзін сәл жаман қылып жеткізіп жатсың. Бір көзқарас деп. Екеуі бір көзқараста ортақ түсінісу деп солай айтсай, екеуі бір жақты, бір адам деген. Жоқ, енді сөйтіп айтты ғой. Мен білемін оны сен жақсы достарың айтты. Олар жақсырақ жеткізді саған. Рамазандар күшті подкаст етеді негізі. В общем, мен ол көзқарасқа келсем. Яғни сана биігінде жолығу деген екеуінің бір құндылықта түсінісуі, осы екеуінің де құндылықтар ұқсас болуы. Дағы жоқ қой. Енді қарада екеуі бір нәрсені бүйтпейді. Бір нәрсе деген ол бөлек нәрсе да. Ол жан-жақты қарау керек қой. Сен күнде бүйтіп универге бір есікпен кіре бермейсің ғой. Университеттің сәл алдын жауып тастайды ремонттап, бака ойнап кіресің деген сияқты ғой. Күнде манты жей берсең де шашесің. Жоқ, сен мантыны кетчуппен же, майонезбен же деген бар. Вот енді көрдің бе, әр нәрсені араластырасың. Жоқ, сен сол мантыны жеу керексің. Именно макаронға ауыспауың керек. Макарон. А сонда сен оның несін басқа варианттарды макаронға теңеп ба? Сендер мантыдан макаронға түсіп кетті. Сен сонда может мантының ішінде макарон шығар. Болыпты, жақсы. Жоқ, қара да енді. Мысалы магнит плюс пен плюс ол бір-бірін тебеді. Минус пен плюс болу керек. Яғни разнообразие болу керек қой. Анау басқаша қарайды, мынау жартысы басқаша қарайды. Бірақ екеуі бір-бірін түсінеді. Ол ананың жауабын қолдайды, мынау мынаның жауабын қолдайды. Жоқ, екеуі бірге сана биігінде жолығады. Екеуі бір-бірінің жауабын, екеуі бір-бірінің пікірін қолдайды. Жоқ, қара, осы логика орын алу үшін екі ғашық супер ақылды болу керек. Екеуі бір-бірін түсіне алатындай. Себебі екеуі екі жақты көзқарас болса бір-бірін түсіне алмайды. Яғни жо деген басқа бірдеңе айтқызшы. Ұмытып қалады кәдімгі анау. Айтшы. Жоқ, ол жерде жо дейсің. Жо деп айтқым келіп тұр. Айтсайшы ойынды. Ойынды сондай үшін айтып үйрен. Ұрсады кәдімгі. Олай бір тығылып қалма. Бір көзқарастағы емес, ортақ көзқарас қой. Сондай былай қарау керек қой енді. Екі жақта да қарай керек деген нәрсені айтқым келіп жатыр просто. Иә. Ортақ көзқарас. Маған жоқ деп айтма енді, иә деп айтамын. Жоқ, сен Иә деп айтшы. Сен айтып жатсың, екеуі екі жақтан келіп, да, солай ма? Сенің пікірің бойынша екеуі екі түрлі көзқарасты бірге. Бәсеке деген сериалды көріп пе? Жоқ, мына қараш, мынаның айтып отқан әңгімесі анау бірінші выпускта келмейді. Ол айтты ғой, екеуі екі жақта дамып келіп бүйтіп қосылу керек деген нәрсе айтты ғой. Айтып жатсың ғой. Енді осы жолы. Жоқ, мен оны айтып отқан жоқпын, қара. Қалай. Жоқ, олай емес. Құндылықтарын ұқсастығы. Ой. Құндылықтардың ұқсастығы деген ол емес қой, мен өз пікіріме қарсы шығып жатқан жоқпын. Екі құндылықтың ұқсап келіп бір-бірін түсінісу деген нәрсе ол түсінікті. Ал егер екі көзқарастың бір-бір түсінісу деген ол бізге түсінікті емес қой. Мысалы, сенің көзқарасың басқаша, менің көзқарасым басқаша. Сен өзің көзқарасың маған түсіндірем дегенше екеуміз арамызда ұрыс шығып кетуі мүмкін. Осы кезде екеуі қалай түсініседі мысалға? Мысалы, мынаны емес, мынаны айтшы. Ой, алла, оның жағында отқаннан кейін айтып қара. Енді саған түсіндім деп. Жоқ, сол ермек сенің пікірін түсінбей жатқаным сол да. Екеуі екі түрлі көзқараспен келіп. Рома толықтырып кетті ғой. Жоқ, Рома менің пікірім жаңа айтты ғой. Екеуі былай бір ортақ қарау дейтін тема ғой. Екеуі. Бірақ екеуінде екі түрлі көзқарас болып тұр. Екеуінде екі түрлі, енді барлығы бірдей болмайды ғой, екі адам бірдей қосылмайды ғой никак. Мысалы қара. Жоқ, бірдей адам екі үндемей қалған адам қосылған білмеймін. Бір сөйлеп қалмай бір момын адам қосылады ғой көбінде. Негізі олай дұрыс қой, бірақ енді мен сол нәрсеге екеуі қосылып, ортақ нәрсе қарастыр, ортақ шешім, ортақ көзқарас дейтін нәрсені. Жоқ, қара, мысалға екі құндылық Саласы өлмесіне барасың. екі мысалға
қыздың түсінігінде маңызды құнға ақша болса, ал ол кішкене ақша емес басқа нәрсе ойлайтын болса, екеуі бір-бірін түсіндірем дегенше екеуі бір-бірінен жалығып кетуі мүмкін. Екеуінің арасында ұрыстар шығуы мүмкін. Сол жерде құндылықтар ұқсасу керек кішкене. Айтып отырмын ғой, түсінісіп кету үшін өте ақылды болуың керексің сен. Неге? Жігіт ретінде әйеліңді тыңдататындай ақылың болу керек, қыз ретінде күйеуіңді еркелеп жеңетіндей бір ақылың болмаса, ол барлығының арасында ол жүзеге аспайды. Вот сол нәрсені жасау керек. Неге жасамасқа? Неге жасамасқа? Сол үшін коучтар жұмыс жасап жатқан жоқ па? Әсте. Бүгінгі выпускымыз үшеумізге ғана айтып отқан. Бәрі тас болды. Ойды. Неменеге қарап отырсыңдар? Алап жатыр. Жүрсілесек талашы. Қариялар азайып бара жатыр. Сондықтан Гүлзат құрметтеп амандасып жүріңдер ағайын. Соңғы выпускасы Гүлзат ішінде. Мен 21-ге толдым ғой. Білесіңдер, үлкейіп қалдым кәдімгідей. Ассистентіміз жоқ қой біздің. Адам үлкейген сайын бала болып барады деген рас екен. Тербеліп. Тым адамға жақ. Біраздан кейін бүйтіп айналып темекі. Мен сенің келетініңді білгем десең. Жоқ, мен сенің келетінін білгем Бәкіжан ағай. Ужас. Көрдіңдер ма, екеуі ылғида осылай давка жасайды. Бұл олардың күнделікті өмірдегі де бет бейнелері осындай қыздар, алданып қалмаңдар. Достар, біз кішкене үзілістен кейін оралдық. Өтірік айтып, ұзақ әңгіме болды жерде. Кесіп жатыр монтажбен. Ағай, әнер кесіп ұстаймыз, иә? Кесіп ұстаймыз. Все, мына жерде өте ұзақ ерінбей пікір жазған үшін оқығым келіп тұр. Менің қиялымдағы нағыз махаббат үйленуден кейін басылатын сияқты. Жалпы мен сені жақсы көрем деген ұғым, мен сенің жақсы жағыңды көрем деген сөзден шыққан екен. Демек, махаббат ол кемшілігіңді сүю, жай ғана бар болған үшін шүкір ете алу, қалғанын жаратқанға тапсыру дейді. Гуглдан копировать істеп жатырсыз ба? Біреудің ертеуден алып кеткен сияқты. Сондай. 3 ай жазғы демалысында не істедім дейтін шығармыз. Кемшілігіңді сүю деген сәл дұрыс емес сияқты. Бір адамды кемшілігін көре тұрып қатты сүюге бола ма негізі? Жоқ, андай ғой, ол кемшілікті сүю деп аталмайды, ол соқырлық, ғашықтық, ол соқырлық деген нәрсеге еніп кетеді. Соның ішіндегі бір тармақ деп қарастырсақ болады. Жаңа негізі шын махаббат үйленгеннен кейін пайда болды деген әңгімеге сенемін. Үйленгенге махаббат болмайды ма? Махаббат болмады ма? Оған дейін не болсын да? Не ол? Махаббат, оған дейін махаббат болмаса қалай қосылады екеуі? Шайтанның осы. Ойбай, сен айтпай ақ қойшы солай. Жоқ, үйленгеннен кейін деп айтасың, оны әлдеқандай еркелетіп мұны деп. Үйленгеннен кейін басылады дегенге сәл сенбейтін сияқты. Үйленгенге дейін ол махаббат болады. Үйленгеннен кейін кішкене жалғасады деген сияқты нәрсе ғой. Кемшілігімен қоса сүю дейді. Яғни мына жерде андай махаббат үшін өзгеремін, махаббат үшін адам өзгеріпті деген темалар кететін сияқты. Жоқ, қараңдаршы да. Ол өзінде принцип бар да, мысалы қызда темекі шегетін баламен сөйлеспеймін дейді. Принцип бар ғой да, мысалға. Ал анау баланы жақсы көріп қалды, и ол қабылдайды. Кейін қоятын шығар, қой қыз балам деп өзі қабылдайды. Ол өзінің принциптарын былай қойды да, и жақсы көрген кезде сол нәрсе. Ол ғашықтық, соқырлық деген нәрсенің ішіне кіргізу керек. Дұрыс емес қой. Қой қыз балам деген ол болмайды. Жоқ, енді мысалы бізде мысалы андай шаш жоқ қыз, шаш кейін өсек шығар деп жақсы көрсең. Сіздің темасы. Андай сәл мысал келтіре алмайсың. Жоқ, біздің қателігіміз сонда. Қой қыз балам деп үміт болады, бәрібір сен қой қыз алмайсың ол адам. Себебі, мысалы, например, ұлды жақсы көріп, мынау қыз болып кетеді Рамазан, киманың рубашкасынан байқап отқан шығарсыңдар. Қандай тема айтып отқанын. Андай қыз үшін, жігіт үшін, махаббат үшін өзгеретіндер бар шығар, бірақ ол уақыт өте келе осы өзгерістен шаршайды. Шынайы бейнесі шығады деген әңгіме айтып отырсың ғой. Шынайы бейнесі шығады ол точно. Себебі ол оның точно өзінің бейнесі емес қой. Ол осы жігіт үшін өзгеруге тырысып, біраз уақыт сол бейнемен жүрді, бірақ уақыт өте келе кішкене шаршағанда шаршайды, сол кезде өзінің шынайы бет бейнесі точно шығады. Бізде андай ғой, көбінесе оны адам үшін өзгеру деп қабылдаймыз ғой. Ол адам үшін сен өзгеріп жатсың да. Оны адам олай қабылдамау керек қой. Ол адам сенің өзгеруіңе ол Құдайдың жіберіп тұрған себепкер адамы болып тұр. Ол просто сен үшін себеп. Құдай жүрекке салса ғана өзгересің да, сен өзің әрекетің қылыпсың. Енді адамдар ол қара да, мен мысалы деп ше, мысал келтіре берсең. Ей, кітап оқымайтын адаммын ғой. Кітап оқып шығардым ғой, үйретіп та мысалға да. Сондай нәрселер ғой енді. Ол өзгеру, мен андай кейбір нәрселер болады. Кейін мен мысалы кітап, кейін оны жақсы көрмей қалдың, Құдай сақтасын енді бірақ жақсы көрмей қалдың да мысалы кітап оқуды қойып кетпейсің ғой. Жоқ, менің ойымша солай болатын сияқты. Сен ол
жақсы екеуің махаббаттарың баянсыз біткен кезде сен кітапты жек көріп кететін сияқтысың. Сценарийді бір жерден оқыған сияқты. Жоқ. Сценарийді дейсің ба? Жоқ, оны жек көрмейсің. Может, оны сағынған кезде сол кітап арқылы есіңе түсіріп күшті сағынып отыр. Сағыныш. Жоқ, сен бұрынғы ғашықтарың есіңе түсірген кезде сүйіспеншілікпен еске алмайсың ғой. Оған байланысты барлығы саған ұнамауы мүмкін. Жек көріп кетуі мүмкін. Күндіз екеу, түнде төртеу. Түсіндіңдер ма ол теманы? Иә. Күндіз түсінген сияқты ғой. Күндіз екеу, түнде төртеу деген. Сіздер оянасыз ба, Рамазан? Көз ба? Жоқ, короче, екеуі күндіз бірге жүреді да, ұйықтаған кезде әйел бұрынғы несін ойлайды, анау барыңғы бәрі несін ойлайды деген нәрсе. Жоқ, ол адам үшін өзгеру емес, достар, оны басқаша түсінбеңдер. Ол өзгеретін адам, өзгереді. Ол бір-бірі үшін, екеуі бір-бірін түсіну үшін өзгереді, болады ол нәрсе. Ол болады, просто өзгермейді никак дейтін қатық болған зат емес ол. Біз адамдардың барлығы супер ақылды емеспіз ғой. Біз орташа ойлаймыз. Құдайға деген сенімдер де әртүрлі болуы мүмкін. Сол кезде ол адам үшін өзгеріп жатырмын деп ойлап, орта жолға келген кезде ол енді әркімнің санасына қарай, әркімнің тағдыры, әркімнің махаббатына қарай ғой енді. Онда нере пікір сайысын. Сәл жауапсыз Рамазанға комментарийға барлығымыз Рамазан оңбағандай жас педик достар. Абайдың бір сөзі бар еді, ол өзгермеймін деген адамның қолын кесіп дейді ме? Тілін кес. Қолын кесіп. Ол өзгермеймін деген не үшін қолын кеседі? Қолмен өзгере ма? Өзгермеймін деген адамның тілін кесті. Ол өзгереді. Адам уақыт өте келе өзгереді. Сен мысалы 8 класста Гүлзат емессің ғой қазір? Иә. Не дейсің адам, Құдай-ау? Ол просто адам үшін өзгеріп жатқан жоқ, сен өзің уақыт өте келе өзгеріп жатсың. Өмірден опыт алып өзгеріп жатсың, дұрыс па? Біз ғашық болған кездегі өзгеріс туралы сөйлесіп жатырмық қой, айналайын. Енді дальше сол ғашық болдың, махаббат өте, сен махаббаттан опытың болып жатыр, может өзгересің. Сен алданбайтынды үйренесің мысалға да. Бірінші кездескен кезде сен альпенгольд алмауды үйренесің да. Альпенгольдқа иә демеуді үйренесің. Гүл алған кезде андай 2 роза емес 3 роза болу керек екенін үйренесің да. Сол нәрсе ғой, ол сен уақыт өте келе сен өзгерістер болады ғой. Ондай өзгерістер емес, махаббаттағы өзгеріс деген. Ол сен біреуге ғашық болып өзгересің да. Бойында бір қасиеттер бар, ол қасиет сенің екінші адамыңа ұнамайды, соны өзгерту туралы айтып жатыр ғой біздер деген. Ол бәрі басылады, екеуің көндігесіңдер. Екеуі бір-біріне иілу керек, екеуі бір-біріне қақиянды айырылысып кеткендер бар ғой. Егер шын сүйетін болып екеуі нақты бір-бірін таңдайтын болса, екеуі бір-біріне бәрі иілу керек қой. Иіледі. Иілмейтіндер де бар ғой енді. Иілмейтін болса, ол екеуі, пожалуйста, кетіп қалып болды, ажырасып кетті. Вот осы кезде. Біздің не қатысымыз бар? Өз проблеманы өзі шешіп алсын. Енді біздің оқырмандарымыз арасында проблемамен жүргендер бар шығар, соларға. Сол үшін бір-бірлеріңізді иіліңіздер, бір-бірлеріңіздің пікірлеріңізді тыңдаңыздар. Лажы келсе мәміле құрыңыздар. Біз андай көбіне WhatsApp-пен сөйлесіп мәміле деген солай түсінеді. Жоқ, олай емес. Просто сыртқа шықпайтыныздар, сыртқа екеуіңіз жүріп, іштегі нәрселердің барлығы кетеді. Әңгіме айтқайтындар, андай ғашықтық, махаббат туралы әңгіме айтпаңдар, өмірдегі нәрселерді айта беріңдер. И сол нәрседен кейін шығып кетеді сол нәрсе. И екеуің бір-біріңе поддержка бересіңдер, дальше солай бір-біріңді түсініп кетесіңдер ғой. Сөйлесу болмағаннан кейін көп проблема болады. Көбінде бізде сол жалпы отбасы деген нәрселер бар, басқа нәрселер, отбасы болса отношениедегі жұптардың көбіне айырылысып кетуінің себебі болса, екеуінде мәміле болмауының себебі. Яғни екеуі бір-бірімен дұрыс сөйлеспейді, жаңағы WhatsApp-пен жаным күнімде андай-мындай дейді да, екеуінде уже тек сондай әңгіме қайталана береді жаңағыдай ғой. И екеуінде сәл сомнение басталады. Неге мынау жаным күнімде айта береді, басқа нәрсе айтпайды деген сияқты. И сөйтіп жүрген кезде тек жаным күнімде айта береді, өміріндегі проблемаларды айтпайды, андай-мындай. Сөйтіп те анау досы туралы білмейді да, мысалы қызының досы. Ол досы бар шығар может. Сөйтіп те ол досымен араласпа деп қызғанып тастайды да. Ал ол түсіндірген жоқ, ол досымен баяғыдан бері бірге араласып жатқан араларында жоқ екенін да мысалы. Сол нәрсені түсіндіре алмайды. И ортада қызғаныш кетеді, дальше жаңағыдай кете береді ғой. Ішімдегін біліп ал деген сияқты сондай қырсықтық болады ғой. Типа мен не ойлап жатқанымды өзім біліп ал, мен не қалайтынымды өзім біліп ал деген сияқты. Жоқ, ондайлар да бар. Кейде мән бермейді, ондай әңгіме деген мән бермейді. Просто біз күшті сөйлесіп жүрік деп ойлайды. Жаңағыдай, ойбай, күшті, екеуміз қыдырып келдік, напкаға барып өйтіп келдік, қыдырып келдік, андай, ол мені қыдырды, катамаранға апарды деп сөйтіп жүреді. А бірақ на самом деле ол екеуі бір-бірінің ішкі жан дүниесімен бүйтіп сөйлескен жоқ. Просто маска деген нәрсе. Просто қалауларымызды айтып үйренуіміз керек қой бір-бірімізге. Олар андай жұмыс киіммен шығады да кездесуге. Жұмыс киімін алып алады да маска деп. Мысалы жұмыс киімдегі ермекті киіп алады да. Жүреді, барады, аха ғой, прикол ұстап андай-мындай да. Ал ішіндегі жылап жатқан ермекті өлмейді деген сияқты ғой нәрсе. Сол екеуі ішкі жан дүниемен сөйлесу керек қой. Сана биігінде жоғу деген сол сияқты мысалға. Сіз қатты кетесіз. Сол болыңыздар.
андай болады ғой типа неге маған Жоқ, ондай жігітім болмайды гүл деп. сыйламайды, неге маған жігітім гүл сыйламайды, неге маған мені шақырмайды деген сияқты сондай. Енді жігіт экстрасенс емес қой, барлық кезде түсіне алмайды. Иә, мен мысалы гүл хочу деп айтты алуым керек, немесе мен бүгін бір далада жүріп қайтқым келіп жатыр деген сияқты. Солай қыздар кішкене ақылдылықпен жеткізе алу керек, а то ұлттан бәрін күте беретін болсаң, ол сенің қалауларыңды орындамаған кезде сенің араңда оған немен дұрыс емес нәрсе пайда болуы мүмкін. Сол Хотя бы историяға уағызбен салып қойыңдаршы, түсінеді ғой. Енді біраз намек отырсам жасап па сонда? енді біраз отырсаң көгеріп кететін сияқты. Сіздің жақта еш бар Сізат маған қарай береді. намек емес, тура айту керек қой қалауларың. Сен намегіңді жігіт басқаша түсініп қалаулар деп қалуы мүмкін ғой мысалға. Қалаулар қалаулар деп айтып жатсыңдар ғой, жаңа жат деп ше. Мысалы бағана осындай бір кругымда әңгіме болды. Біреу айтады, гүл андай мындай сыйлау керек. Қыздың жүрегін жаулау үшін сондай нәрселермен алдап тастау керек деген нәрсе. Алдап тастау деген басқа алдап кету деп түсінбеңдер. Содан жүрегін жаулауға былай ход қой. А біреу айтады, ол емес, внимание, ол сыйлық бермей қой, просто внимание өлді. Внимание деген ол сонда тек қана жаным күнім ба? Ол сыйлықта вниманияға кіреді ғой. Былай екі түрлі пікір талас. Сондай нәрсе болды да. И мен ортасында бүйтіп қарап қалдым. Андай нәрсе. Қалай қарап қалдың? Мен өлең. Деп ше. Сөйтіп қарап қалдым. Жоқ, в целом внимание деген ол тек қана сөйлесіп қалың қалай деп сұраулар емес қой, ол кішкене болсын сыйлықтар мен гүлдер Одан кейін жіберуге мысалы внимание жатады. мысалы машинамен келетін да, тоқтап қалдым да. Ана қызға гүл ұнап қалыпты. Сөйтіп бар да гүлді алып, ана қызға арқасынан келіп бересің дейді. Арқасынан деп сөйлейді ше ол. Алқасынан деп сөйлейді. Оның алфавитінде екі л бар. Сөйтіп гүл бересің дейді, короче. Сөйтіп сол внимание дейді да. Оны ана дос балам айтып жатыр, ол атын айтпай қойған Рамазан деп. Короче, сол айтады, ол қызға сен сыйлықтар беруің керек, андай ондай сөйтіп жүрегіне жол табуың керек деп айтады. Рамазан айтады, ойландаршы. Сондай да. И мен ол нәрседен андай ғой. Бізде мысалы КВН-де ход деп айтады, краскілеп тастау деп айтады. Яғни бір онша емес шутка ғой мысалға. Просто ана адамдарды күшті киіндіріп қоясың, былай реквизитпен алдап тастайсың көрермендерді ше. Ана музыка қосып билеп, харизмамен алып кетесің. Сол нәрсе сияқты қызды да солай подаркалар бүйтіп сыйлайсың, внимание деп бөлесің. Сөйтіп ана қыздың жүрегін жаулауға күшті бір ход деп ойлаймын. Ал ол несі жаман? Несі жаман? Мен оны қолдап жатырмын. Жоқ, жаман емес қой дейді. Тек внимание бөлу керек, внимание бөлу деген қате пікір ғой деп айтып жатырмын да. Тек вниманиемен оның жүрегін жаулап аламын дейтін. Иә, сен құрғақ сөзден ол шыдай алмайды ғой ылғи да. Оған гүл, мысалы сен оған гүл беретін болсаң, иә, ол гүлді мысалы кесіп вазаға салудың өзі махаббатты еске түсіреді. Оны күнделікті таңертең тұрып иіскеп ана гүлден, иә, и оны әр көрген сайын махаббатты еске түсіреді. Сол себепті де гүл берейік ағайын. Ал ана қыз жігіттің ана әр вниманиесін бизнес атап жүрмейді ғой да. Сәл истерик беріп қою керек та сондай кезде де. Вот, сыйлықтар өте маңызды. Мысалға не беруге болады? Мелочь заттар беруге болады, мысалға да. Мелочь заттың өзіне кітап қалады ғой. Кітап? Күшті қуанып қалады ғой. Кітап беретіндер бар ғой. Жүрегін сыйлайтындар бар. Аман. Бұны кім айтып жатыр деп ойлайсыңдар. Бірге анықтайық достар. Қара кепка, қара кип, қара безрукавка, қара футболка, қара найман садыр. Өзінің киіп жүрген футболкасын берудің өзі тоже күшті сыйлық қой, мысалы қыз. Не ондай жатпайды. Аурат шығар. Шаймен. Может аурат шығар. Ол гигиеналық тұрғыда. Балағыңызды сурет жүрсіз. Папа, мама, не ойлаймын. Ой, ужас, ондай тақырыптар айтпаңдаршы. Кешегі стикерлерді айтамыз енді. Одан кейін мына қараңдар енді азаматтық неге деген. Мына сұмдықты қараңыздар достар. Өзім жағам ұстадым, о тоба дедім мына жаңалықты естіп. Азаматтық неге дейтін бар екен да. Заңда некеде тұрмайды, но екеуі бірге тұрады. Ерлі зайыпты ретінде екеуі күшті. Иә, оның негізгі мақсаты. Дінге қайшы ғой ол? Ой, тоқтай тұршы. Оның негізгі мақсаты екі жас үйленіп, барлығы ондай болмай тұрып, екеуі бір-бірін көріп алады. Яғни күнделікті өмірде бірге тұратын болсақ, бір-бірімізбен түсінісе аламыз ба, біз жақсы ары қарай өмір сүріп кете аламыз. Яғни бір-бірін тексеру мақсатында тұрады, иә. Бірақ ол үйлену емес, той жасау емес, оған дейін болатын осындай бірге тұруды азаматтық неке деп атаймыз. Рамазан оны қолдайды екен, прикинь. Мен де өлмеймін десі. Не айтарын білмей қалды. Қағада, мысалы, ол үйрену деп айтып жатыр ғой да. Білмеймін бірақ. Негізі, сен болашақ әйелің бұрын басқа жігіттен азаматтық некеде болған да. Обидно ғой саған да, по идее. Просто ол біз менталитетке сәйкес келмейді. Ол опыт да сен опыт жоқсың.
батыстың кез келген нәрсесін әкеле беруге болмайды ол жерге. Сол ғой, әр нәрсе қайран еліктегіш қазағым ай. Тасып жатыр бойда батыр рух. В целом осы нәрсені қолдамаймыз, ол біздің менталитетімізге сәйкес келмейді біріншіден, екіншіден бәрібір де түсінікті емес қой, қалай сен басқа адаммен азаматтық некеде тұрып басқа адамға сосын үйленесің. Иә, қазақсың ба? Біріншіден бұл дұрыс емес болды. Ол неге саусақтар айтын дейді. Жоқ, ол біреулер үшін норма болуы, біреулер үшін ол қалыпты жағдай, біреулер оны қолдайды. Біздің көпшілік үшеуміздің мнениеміз бойынша бұл қате пікір деп ойлаймыз. Жоқ, неге? Мен дұрыс деп ойлаймын. Не үшін дұрыс? Астық қой практика деп. Универде практика дейміз ғой. Жоқ, ол өмір да, қара. Ол сен ол жерде азаматтық неге ортада екеуің ғана үйде тұрасыңдар да. Ол жерде не болып, не болмайды. Жақсы ғой. Қате зат қой по идее. Жоқ, Жоқ, сен мысалы ол нәрсе болмады сенде да, мұндай практика азаматтық неке болмады, ал сенің әйелің болашақ әйеліңде болған азаматтық неке. Аласың ба сен оны? Алмайсың ғой? Аламын. Опыты бар ғой деймін. Бірақ саған бола береді, 4 әйел аласың ғой, соның біреуі болса болды ғой. Осыны көргеннен кейін сен үйленуің қиындап кетеді ау шамалы. 4 әйел алады. Опыты барларды жақсы көремін. Азаматтық некені қолдайды. ЛГБТ қолдайды. Опыты барларды жақсы көремін дейді. Бірақ бұл нәрсені мен қорытындылай келе, бұл нәрсе қате достар азамат. Жоқ, ол енді түсінеді ғой. Енді әркімнің түсінігі әртүрлі ғой. Менің мнением бойынша бұл қате. Мен тоже оны қолдамайтын едім. Мен қолдаймын. Иә, сен біз пікіріңді өзгертуге тырыспаймын, себебі ол сенің жеке пікірің. Жоқ, қараңдар да, Романы көбісі ойлайды ғой, бұл өзін солай ұстайды. Бұл просто не жасағысы келеді, солай көрсеткісі келеді адамдарға. Андай қыздар әртүрлі қызбен сөйлеседі деді ғой. Андай ғашықтар дейтін не бар ғой? Жоқ. Не бар? Кімдікі ма? Ильяс Есенберген. Ғашықтар дейтін бар ғой. Сол шығармада андай ғой. Ана жаңа жігіт басты кейіпкер. И ол не дейді ғой? Жантас дейтін жігіт қой. И ол мүсінші болады да, ана мүсін салып отқан қызға ғашық болып қалады, ұнатып бастап. И ол екеуі ғашық болып кездесіп жүреді да екеуі. Сөйтіп бір күні сөз саламын деп, ғашықтығымды айтамын, сөз саламын деген күні ол қыз айтады, мен үйленейін деп отырмын дейді да. И ол екеуі ажырасып кетеді да. Азаматтық некеге деп. Кейін ол келеді да, сөйтіп бір қыз тағы бір туған күнде, қарындасының туған күнде ма, бір қызды ұнатып қалады. Сөйтіп екеуі күшті болып кездесіп жүреді, андай ана қыздың үйіне қонады екеуі бірге да, сондай нәрселер болады да. Азаматтық неке. Оны бірақ жаңағы сол жердегі авторитеті бар врач нетеді ғой. Врачқа ұнамай, врачтың ұнатып жүрген қызы болып шығады ана қыз. Бірақ ана жігітпен кездесіп жүрді мысалға да. Сөйтіп жүрді да, екеуі ана қыз қандай қыз? Ана қыз Ташкентке кететін болады. Сөйтіп ол екеуі ажырасып кетеді. Сөйтеді да, бұл жаңағы басты рөлдегі жігіт қарындасының подружкасы бір қызбен, сол қызбен үйленеді ғой. Ойлаңдаршы, анау сөйтіп жүрген кезде, бүйтеді, сөйтіп жүрген кезде жаңағы кетіп қалды, Ташкентке кетіп қалған қыз, дәрігердің жақсы көретін қызы, сөйтіп қайтып келеді да, ол қыз аурудан қайтыс болады. И дәрігер келіп мына жігітке ренжиді, сен білдің ғой оның ауру екенін, неге маған айтпадың, мен емдеп алатын едім ғой деп. Сөйтіп екеуі анаған жаман айтып сөйтіп ананың қайтыс болған кезінде келіп тұрады, жерлеуге келіп тұрған кезде ана дәрігер ана балаға айтып тастайды, ана жігітке. Андай мындай сенің кесірің бәрі деп ұрысып тастайды да. И сөйтіп екеуі жерлеуден кейін қайтып келе жатқан кезде жаңағы жігіт пен әйелі. Ана әйелі кранға мінеді да, кран жел болып жатады, сол кранға мініп краннан құлап, жаңағыдай сондай болады. Неге? Неге кранға мінеді? Краннан жұмыс істейді. Ал ана жел краннан құласа, сол жерде мектепке құлайды. Сол мектепке құламас үшін кранды былай қарай бұрып жатқан кезде қайтып бұрады, қайтадан жел бүйтіп тастайды. Сөйтіп бұрып жатқан жел кранды құлатады ғой. Сөйтіп ана қыз сөйтіп жүре алмайтын болып қалады. Жаңа ана жігіт, дәрігер жігіт нетті ғой, анаған әңгіме айтты ғой, сенің кесірің андай мындай деді ғой. Енді ана жігіт дәрігерге күн түсіп тұр ғой. Оның ғашығы енді ана дәрігердің қолында. Дәрігер емдемесе, и бұл не үшін енді бұл не үшін ғашықтар деп аталды деп сен уже сағың біледі. Не үшін ғашықтар деп аталды. Бұл Рамазанға қатысы бар деп ойлайсың ба? Андай әр қыз кезек деген нәрсе, оны бабник деп айтпайды ғой мысалға. Ғашық жігіт деп айтамын ма? Жоқ, көбісі соны бабник деп ойлайды ғой. Ғашықтар деп айтады. Бабник деп айтады ғой. Неге бабник? Ол баба деген сөзден шыққан. Өзінің махаббаты ғой ол.
ол бір қызбен мысалы бір қызбен қатары 6 қызбен жүріп жатқан жоқ қой бабник деп айтады қатары 6 бабник деп жоқ ол айтатын бабник емес, ол көрсе қызарлық, потому что ол қара тұрақсыздық. жоқ мына қызды бір жақсы көреді, мына қыз жақсы көреді, әркімді бір жақсы көре беру деген. мен шыны ондай емес. жоқ енді сондай емес деп мен Рамазанды ақтағым келді, ол бабник емес деген нәрсені ақтағым келіп отыр. Ол не болды сонда? әжептәуір құрып алған образымды құрттың ба сен? жоқ негізі эфир үшін ол Рамазан бабник емес негізі жап жақсы жігіт выпусктың соңғы айтайық құрсын шындығымызды айтайық. Ой, сіз келесі келмейтін де айтып отырсыңдар ғой. келесі жылы новый образбен келеміз. Болыпты. Гүлзат балдақпен де. келесі жолы төрт әйелмен келемін де. Құдай сақтасын. ойлашы балдақпен келіп тұрмын. бля ермен көтіңді аузыңды балдақ деймін. Ужас, Құдай сақтасын. Өздеріне жасын той. аузыңды бізге не тілейсің соны саған аузың Жоқ, келесі жолы келген кезде біз точно осы сен іштен айтпа жындының сандыраға келеді дейді орындалып кетсейші. айтмайын, бақ күшті айтайын деп отырмын ғой. давай Точно қалай екен сандырақ емес пе? білген қалай екен точно лавиз түсіре алатындай болып келейік. Яғни махаббаттары бар адамдар ретінде. Себебі бағана айтып отырмын ғой, бірдеңе айтшы. Анау махаббат туралы кітап жазған адамның махаббаты болмаған деген айтсаңызшы. Тесіп сұрамай жатырмын. сондай ғой махаббат туралы да бизнес туралы ақша қалай табу керек туралы жазған адам кедей өмір сүрген ойландашы. Андай әйелдің бақыты туралы отбасы құндылығы туралы жазған адамның отбасы болмаған. оған қызық емес қой. отбасысы мне болмаған. кажется қызық емес сияқты. жоқ сондай жазған кітап екен. жоқ енді ол біліп тұр ол туралы. енді әңгімені аяқтап Аяқталайық та сен. махаббат туралы бізде мысалы махаббат туралы айтып жатырық қой, но бізде отношение жоқ та. Бұл нәрседен шығатын қорытындандай ғой. Мысалы бізде болмады ол нәрсе, біз сыртқы жақтан қарай аламыз, оларды сыртқы ракурстан қараймыз. Сырттан біз кемқұтығын көре аламыз, сырт көз сыншы деп айтады ғой. Біз сол нәрсені жаңа кітап жазғандарды да біз кінәлай алмаймыз ғой. Ол неге өзінде махаббат болмады, неге махаббат туралы жазды деп айта алмаймыз. Өйткені олар өздеріне махаббат болмады, сырт көздегі махаббаттарды қарады, сол нәрсені зерттеді ол. Өзіне қызық болды. Сол себепті соны біле жатырмын. зерттегеннен соң оларға қызықсыз болған сияқты, олар қызықпаған да секілді. Олар білді ғой неге апаратынын, не болатынын. Жоқ, оны зерттеп бірақ сезініп көрген жоқ қой соның сезімдерді. Әйелдің бақытын сезініп көрген жоқ. Қызықпаған шығар. Анау бір кітап бар, атын ұмыттым. Сондай жігіт. Онда оқиғасын айтасың ба? Жігіт, короче, андай Мартин Иден деп аталады ғой, брат. жігіт андай не бар ғой, кедей болып. Оқымаған топ. Оқымаған, ана қыз үшін оқиды, қатты білімді болып кетеді да. Иә. Ана қыз іштей қызық емес болып қалады, өмір қызықса болып қалады. Бір дос бір жігітпен танысады, екеуінің көзқарасы бірдей болады. Кейін ол жігіт қайтыс болып кетеді, сондай. Сөйтсе, оған да өмір қызықсыз болып қалған екен, көп оқып қойған да. Жаңағыдай ғой, көп оқып, может, оған да махаббат қызық болмай қалды. Просто ана жерде махаббаттың құдіреті точно сипатталады ғой. Дым әріп білмейтін жігіт, қыз үшін күшті оқып кететіні, өзінің кітаптарын жазатындығы. Махаббат үшін адам өзгере алады. Бірақ ол соңында екеуі бақытты болған жоқ қой. Сен Мартин өзгере алып тұр ғой. Сен Мартин. Бір сол қатты қалдап қалды да өзіне. Мартин қиналып кетті мысалға уақыт өте келе. Өзіне қатты қалдық болды ол. Вот өзгергісі келді, бірақ қиналды. Өзгергісі келді емес, қатты болды. өзгеріп кетті ол. Ода баланс болған жоқ. Достар, бізге айтылған пікірлердің ішінен ең үздік аруақтарды сынайық енді. адамдар дедім ғой. Түсінбедіңдер ма? Сағызды алсақ болады. Жоқ, қазір емес. Оны ешкім көріп те тұрған жоқ негізі. Біз айтайық та, бізде декорация күшті өзгеріп кетті. Не деген үш басты айдахраны отырған. Неге олай? Мынаның смыслын түсіндірмеші маған. Не үшін үш басты айдахар? Голый екі адамды құлап келген. Ол Гүлзаттың істегені. Менікі мынау, Рамазан ананы істеді, мынаны Гүлзат істеді. өтірік айтады емес. Да, бізге жазған пікірлердің ішінен үздік пікір. Бізге жазған пікірлердің ішінен ең үздігін анықтап, сыйлығымызды табыстайық. Мен бір жайдарман ойнайтын бір дос бала Тамыр ғой. Кеше осы махаббат бол деген да. Уағыздың деп ұстаздың махаббат туралы айтқан уағызын салып қойған ғой. Махаббат бол деген. Иман қатты өтіп кетті анау. Просто ол кісіні сыйлаймын, еңбектеніп видео тапқаншы, бірақ ол өзінің пікірін айтқан жоқ қой. Бір кісінің пікірін сала салды. Қатты өтіп кетті. Сен соны үздік деп ойлап тұрсың ба? Жоқ, үздік шығар. Маған үздік, мысалы барлығы үздік. Сен қайсысын үздік деп, қайсы пікірді үздік деп ойлап тұрсыңдар? Мен үшін махаббат бұл бір майдан. Құласам ұшақ жайған. Сол кісінің салғаны маған жетеді. Деген пікір күшті. Өлеңге салды. Жаңағы не әдемі сияқты.
махаббат бұл ессіздік деген сияқты ұнайды маған. ол гүлзат жазды ғой Негізі ұнайды. Чо? Көзі жазу деген ес? Чо? Мен жазған ұнамау керек па? жаңа бір екеуі бір фаворит секілді болды өзі. Жаңа соңғы үйленгеннен кейін менің қиялымдағы махаббат ұзын бір нәрсе болды. Сол сосын қайсысы болды? Қандайлар болды өзі? Есімде де қалмапты. Оқып алсайшы. Мен Махаббат екі адамның бір-біріне деген сенім мен құштарлығы деген әңгіме ғой. Сенім, құштарлық бар жерде махаббат бар. Маған ең ұнаған пікір мынау болды. Махаббат бұл лавиздің шығарылымдарын тағатсызына күту. Вай, мынаның жас. Мына. Оптым берейік ағай. Сол адамға сыйлықты берейік. Кім жазған? Адамда қараймыз ал. Сая жазған. Болды онда. Қай сая? Бір ғана сая бар ғой өмірімізде. Өмірімізде. Бұл фәниге. Бір ғана сая танимын. Біреудің өмірінде шығар, біздің өмірімізде емес. Жоқ, маған осы пікір күшті ұнап тұр. Мен осы пікірге барлық пікір күшті. Менің өмірімде 4 сая бар. Төртеуін жіберіп ұрам қазір. Біреу жанның саясы. Біреу сая нұр. Или нұр сая. Еще сөзін бөле салайыншы. Махаббат бұл оның Алтын із деген атпен несінде болған. оқиыншы. Махаббат бұл оның телеграм каналындағы әрбір жазбаны мұқият оқу дейді. Оны саған жоқ қой. Махаббат бұл сенің каналыңда жазбалар дейтін өтіп кетті маған. Кім? Кеше жазды ғой, үшеуміз комментарияда қиылып отырдық қой. Сол жерде жазады. Кімді жерді қыстырды? Айдана. Қытайда оқитын. Махаббат ол бақытты өмір сүру үшін барыңды салу. Одан бізден өскүрсің ғой. Ты жаңа әдемі болған сияқты. Лавистің шығарылымы. Әр шығарылымы дейтін қатты. Бізді өйстіп мақтасаңдар, өйстіп подарка беріп отырамыз. Не береміз оларға? Мына бір пікір. Махаббат ол адалдық деген бір ғана сөзбен жазса да, Тоқтардың пікірі маған ұнады. Жақсы жазыпты. Өйткені ол сенің күйеуі болған. Конечно. Менің күйеуі болып жайып. Еще оған тек гүлзат ғана берілген. Сол үшін подарка. Еще гүлзат оны лавистің шығарылымына шақырған. Соны айтам. Менсіз мені қуып жібер. Точно күйеуі болған ғой. Араларында басқа бір нәрсе бар. Кетші Рамазан, сен ойын қандай? Ақ қолтық болсын. Махаббат. Құдай сақтасын. Мен осы үшін көбірек садақалар жасаймын. Солай болмасын. Осы гүлзат Құдай мені әдейі гүлзатпен сынап жатыр ғой деймін. Сынақ үшін берген сияқты. Ал қалай екен ал? Мен бір адамға сынақ үшін емес, бақ үшін берілетін қызбын ғой жалпы деп қой. Қай жігіттің сор екенсің деп. Бақ екенсің десейші. Иә, бопты. Бақсыз. Махаббат ол шексіздік деп жазыпты біреу. Маған ол отбасы ше. Махаббат ол отбасын салып қойған. Осы жігіттің пікірі күшті. Оған да сағыз берердей әңгіме ғой ол да. Мүлде сағыз берердей комментарий емес пе ол. Бүгін екеуін сағыз алмай ақ қойыңдар. Осы 6 сыйлықты 6 адамға таратамыз. Жоқ. Ойбай, садақа таратқан. Бүгін осы 7 шелпекті 7 адамға таратамыз. Басталды деп sayın. Біздің сағыз тарату, үлкен мега сағыздарды тарату жобасы басталды. Можно біз телефонға видеоға түсіріп біз оларға жібергендей. Бірінші сағыз. Сағызды дырылдату арқылы береміз достар. Қазір историяны дырылдатамыз. Біздің кешегі жариялаған шаблонымызда ең үздік пікір білдіріп, махаббат бұл лавиздің әр түсірілімін тағатсыздана күту деген Саяның пікірі үшін оған ерекше сыйлығымызды тарту етейік. Ермек бер. Монтажбен келдіре саламыз десек. Екінші сағыз, сыйлық деп айтайықшы, сағыз деген ойлаймыз. Екінші сыйлығымыз ол Шайнаңдап отырасыңдар кешке там. Қазір. Мына сыйлық береміз ғой, ішіндегі нелерді цитата сияқты реңдер ғой. Соны фотоға түсіріп, историяға салып кетіңдер достар. Екінші топ пікір ретінде махаббат қуғанның алдында қашу, қашқанның соңынан қуу дегенге берейік. Осыны махаббат ол отбасы достар. Енді сен бер Рамазан сыйлығыңды. Қуғын сүргінге бересің. Бұл ерекше пікірдің иесі Ақмаржан Абдразақ. Ақмаржан неге өзің сен? Так, келесі қазір
мына ұстаз айтты тамыр деп бір жерге салып қойыпты. осыған берейін деген. Бірақ Шымкентке қалай береміз оны? Мен Шымкентте тұрамын ғой. Болды онда сен Апарып берем. Болды. Бір сағыз апарып берем. Құштар ғой енді айтпай. Аянға Осы ән дейді. Так, бізде неше сыйлық қалды? Аян, осылай өзінің үшеу қалды. ата-анасының ортасында тұрған әдемі фотосын махаббат бұл деп жариялаған екен. Аянға сыйлықты берейік. Себебі өте жылы. Бергіміз кеп беріп тұрған. Жылағым келіп Просто тұр. президент. Бұл бағдарламаның ары қартай жалғасы болған себепкер жан. Келесі бізде Food Арайка парақшасынан өте ерінбей осынша ұзақ пікір жазған, оны біз жаңа оқыдық. Сол кісіге берсек. Тамақ істеп отырып жазған ғой енді оны. Неше сыйлығымыз қалды біздің? Мысалы, мынау сен Бекзатыңа бересің. Иә, Бекзаттікі жеке қой. Так, көріп қара. Сен анау Ақмаржан нанекті тұр ғой, иә? Екеуі тұр ғой. Екеуі. Сая, Менде тұр Аян екеуінікі. Ақмаржан кетті, иә? Ақмаржан кетті. Все. Қара мына. Сен мына жақтан шабуыл жасайсың. Мына артынан келеді. Кетші. Өйстіп, ойнайды. Екеу ғана қалды ма? Мына жігітке берейікші. Фударайка қайда? Мынау Фударайка. Бекзаттікі Ол ол. Бекзаттікі дейсіңдер. Міне Фударайка. Блин, соңғы сағыз қалды. Сағыз кімге Ойланыңдар. Сағыз кімге бұйырады бағдарламасы достар. Қайсына берейік? Миллион сағыз кімге бұйырады. Интрига. Ақша берсей. Тоқтарға берейік та ойты. Мына жігітке берейік те. Қазір. Таппай қалдым. Сәл қызықсыздау отырма. Махаббат бұл оның саған арнап пісірген тамағы. Мынау вообще натуре ғой. Еще анау махаббат бұл саған алынап пісілген тамағы болып тұрған ау дейді. Давайте осы жігітті осында шақыртып берейік дейді. Давай. Біздің кешегі жариялаған конкурсымызда ерекше пікір жазған. Махаббат бұл оның саған арнап пісірген тамағы деген пікірдің иесін біз қазір осында шақырдық. Сізге ерекше сыйлығымыз табыс еткіміз келеді. Аян Басарбайұлын қаттайық. Сағыз деген сертификат берсең. Бөліп сөйлейміз. Акимат осындай сертификаттар береді. Сізге, сіз күшті пікір жаздыңыз. Қызы Фударайка емес па десең. Ойнайтын Фударайка емес, оның қызы бөлек, мен білемін. Енді қыз бен жігіттің арасында қарандар, мен осы сұрақты қояйын сендерге. Осы кетер кезде барлығы парочка болды ғой. Барлығы андай екеуі кетіп баратқан кезде қосылды да, расстояние ғой орталарында. Бұл нәрсеге қалай қарайсыңдар? Кетіп баратқан кезде екеуі қосылған дұрыс па, дұрыс емес па? Или оған дейін әрекет жасау керек пе? Деп ойлап қалсың. Оған дейін бірақ қыз көнбеді. Кетер кезде көнді. Ол дұрыс емес қой. Сен Прикол көне сұраған жоқ. Прикол ұстап па? Жоқ, осыған дейін Пойызға тамақ керек болған жігіт. сіз не сұрағыңызға жауап естімейсіз ба? Айта алғой. Рұқсатын бердім айт. Жоқ, тура кететін кезде махаббат болып, сосын ара қашықтығы махаббат болған кезде, ол кезде тағы да бір түсінбестіктер болады сияқты. Сен телефонмен күнделікті сөйлесуге уже жалғасың ғой. Ара қашықтықта жүрген кезде, бір ай енді ғана ғашық бол, иә, екеуің енді ғана әдемі жұп болған кезде, екі жаққа кетіп жалғастырамыз деген ол дұрыс емес сияқты. Сол себепті ертерек қимыл жасау керек еді жігіт. Андай ғой, екеуі ойландаршы, просто андай пікір емес. Екеуі кетер кезде сөйтті, қосылды, 3 ай жас күшті сөйлескен, сентябрьде келді. Ойлашы, екеуі сағынықты. Анаң екеуі кездесіп. Айырысып кетті деп, прикинь. Сентябрьде келіп тұрып айырысып кетті. Сентябрьде келді, екеуі күшті махаббат, екеуі қыдырған, сағынышын бас, сөйтті де екеуі екі жігітпен жүріп кетті. Қандай өкінішті аянышты махаббат оқиғасы. Екі жігітпен бойынша. Екеуі де жігіт болса Бізде, құрметті достар, Сен махаббат қандай вообще? құрметті достар, қазақтарда баянсыз махаббаттар көп қой. Ал біздің махаббат оқиғамыз баяндалған баянсыз. Сол үшін баяндауға келдіңіздер. Сол үшін баян тартып жүрейік достар. Өмір тамаша, сүре білген адам. Сүре жаттап жүрейік достар. Сол үшін баян сұлудың конфеттерін қолданайық. Қолданайық ше. Зули пастық сатып айттым, тамыр. Шоколад пен тіс жуатыным бар да арасында. Қыз бен жігіттің арасында достық болады болмайды деген алдында. Бүйтіп үстін қарап кетіпсіңдер ғой. Сен айтшы соны, сен пікіріңді тыңдағымыз келіп отыр. Рамазанның пікірі бойынша болмайды екен. Болмайды деді. Сенің пікіріңше болады деп айтты. Ол достарым бар, үйтікі деп тәріптемсің ғой деп. Ол тәріптік ба? Иә. Қыз бен жігіттің арасында достық болмайды. Жарайды деп андай. Болды. Қызартып, жарайды деді. Болды. Неге болмайды? Неге болмайды болғанда? Бәрібір түбінде біреу жақсы көріп қалады, достар.
Оны мен сендерге тәпіштеп бүйтіп мынау деп ара жігін ажыратып түсіндірмесең де өздерің біліп отырсыңдар. түсіндіріп айттың ғой алдында тағамда. Аузың жап. Жоқ, просто бір ғана адамның арасында осындай болғаны ол бүкіл адамға Рамазанда да болған ғой. Иә, менде болған. Ондай нәрсе көп Екі қой. адамның арасында Жоқ, болған ондай адам нәрсе жеті көп. миллиардқа әсер ете алмайды ғой. Мысалы, Нұрбай Атамұраттың әні бар, қыз бен жігіт дос бола ма, болмайды дейтін өлеңі бар. Анау Қыз бен жігіт дос ол бола ма, болмайды. тағы бір жігіттің әні бар, дос қызға деген арналған. Менікі де бар деп жаңа жегізді. Оның қара әндер бар да, ол тек 2-3 адамда болған нәрсе емес қой. Жалпы қоғамда болып жатқаннан кейін сол нәрсе ән шықты да. Ол еще ән хит болды, танымал болды. Бүкіл адам тыңдады, машинасында осыны гауит етті деген нәрсе ғой. Мен андай айтқан 4 өлеңнің біреуін де тыңдамаппын шынында. Серьезно ма? Жоқ, ол кейбір адамдарда сондай оқиға дұрыс емес болып қалуы мүмкін, соңына қарай ғашық болып қалуы мүмкін. Ал негізгі көп бөлігінде ол достық Ол болады. достық дегенде андай ғой. По делу араласатын ғой ол сенің жаңағыдай. Андай ішкі жан дүниеңмен күшті екеуің бір-бірінің поддержка беретін ол. По-любому түбі бірдеңе болады. Тоқтарды айтып кетті ғой сол выпуста. Дос деген сенің сенім артатын адам, сенің жаныңда, ішкі жан қайғыңда бірге болатын адам. Ол дос деп па? Иә. Дос қыз ба? Жоқ, дос деген. Жалпы дос деген ұғымды түсіндіріп бердік ол солай. Дос қызбен сен араласып жатсың, ішкі жан дүниеңде былай өмірде отқан проблемаларда мұң мұқтажын айтып жатсың, ол саған поддержка беріп жатыр. И сен деп қаласың по-любому. Или қызда маған күшті өзінікін айтып жатыр ғой, басқа ешкімге айтпады ғой. Былай қызды қаратып жүргеннен дос болып араласып жүріп кеткен не сияқты? Оңайырақ сияқты. Дос болып жүріп кеткен оңай емес. Жоқ, үміттен қалған екеуің кінәларың ғой Ол өздерің. сені дос ретінде қабылдап қалды, жігіт ретінде қабылдамайды ол. Сен үшін жігіттек демал. Просто өздерің үміттеніп қалдыңдар. Үміттенбеу керек еді. Үмітсіз сырын үміттендіргенім айтып жатыр, значит мен оның досымын деп солай ойлап жүре берулерің керек еді. жоқ. Может, одан да басқа нәрсе болған шығар ортада. Сен қайдан білесің? Вот білмеймін мен. Білмейсің ба, аузын жауып отырамын. Кетші бар Ермек. Достық Вообще нормально болмайды сөйлесейін. болды. Достық болмайды. Достық болады. Жоқ, болмайды. Көрме болмайды. Жоқ, судалға болмайды. Әрі монтаждап болмайды деген кесіп бересіз ба? Біздің соңғы выпуск осы. Осылай тәмамдаймыз енді күшті. Өзіміз қоштасып кетейік. Махаббат бұйырса, сендерге тілектерім андай келесі Жоқ, мен бір нәрсе айтқым келіп тұр. айтшы. Туап. Бір нәрсе десе. Только бір нәрсе деп болса отыр. Мен махаббатқа сенуден қалдым. Неге? Мен махаббатқа сенбей бүгіннен бастап. Бүгіннен Емес, бастап. алдыңғы күннен бастап. Алдыңғы күннен бастап. Қайсысы ол жүрегіңе қанжарды сұғып алған? Жоқ, короче, вообще бұған дейін сеніп келдім ғой, сендермен лавис деген сүріп қуып шайып жүрдік қой. Содан кейін ақыл кірді. Сосын лавис деген қуып шайып. Қазір ақыл шықты. Ақылсыз шықты. Жоқ, андай просто алдында айтып едім ғой сендерге, Абай кім айтты да, Әміренов ұстазымыз, мұғаліміміз. Абай айтады дейді да, короче, қызбен, ұлмен Олмен жігіт қосылса, олмен жігіт сен қалаған махаббат басқа. Түсінесің ба? Рамазанның махаббат болу басқа. Бәсеке историяға салмаппын ғой, сен махаббат бол деген. Просто ол басқа махаббат қалайды, бірақ ол біздің елімізде ол мүмкін емес та. Қиындау ондай махаббат. Рубашкасы бәрін айқын етіп тұр достар. жоқ, қыз бен жігіттің арасында махаббат дерт ауру дейді да, короче, абай солай айтқан ғой. Мен соны қатты ойландым да, соны былай. Неге ауру деп оны мағынасын ашып қарадың ба сен? Неге ауру? Неге ауру деп айтты ол жерде? Болмайтын нәрсе. Жоқ, Ауру болмайтын нәрсе емес қой. Аурусың түбінде жеткен ол. Жазылмайтын да аурулар бар ғой. сенің пікірің Жазылмайтын да ауру бар ғой. Может, солай айтып кетті. Абайдың қасында отырған соң сонда. Или сен абай зерттейтін мұқтар. просто ше, сен пікірін өзгерткіміз келмейді, бірақ сен бір адам айтқан пікіріне қарайсың, өзің не етіп жатсың ғой. Типа сен абай емессің ғой Мен мысалға. түсіндім. Махаббатқа сенбеуің бөлек нәрсе ғой енді. Жаңа махаббат ол дерт, ауру деп айтып кетті деп айтып жатсың ғой. Ол махаббат ауру, ол болмайтын нәрсе деп айтқан жоқ қой негізінде. Мен, короче, қазір үйленгеннен кейінгі махаббатқа сене бастадым. Сонда сен махаббатсыз просто барып үйленесің, сосын барып махаббат ашады деп ойлайсың ба? Ол адамға үйленгеннен Ол дұрыс емес. Анау кім бар ғой? Перизаттың өмірдаты енді сол кезде не деді ғой? Точно. Бір жігітке мен үйленеді да,
махаббатым сосын ашылады шығар деп жүреді. Сөйтіп 9 жыл жүреді, бірге ортада бала болады, 11, айтамын негізі 11 жыл өтеді. 11 жыл сөйтіп ажырасып кетеді. Ол жүре келе жақсы көремін деген өтірік әңгіме ол. бірақ жақсы көрген жоқ ол соңына Жүре келе просто махаббатым ашылады қиналды. деген нәрсе қате. Ол сен оған дейін сен ол қызды махаббатың ашылмаса, оған дейін жақсы көрмесең, ол сен қалай қыз таңдайсың? Кез келген қызды алып кетпейсің ғой үйленуге. Келген алып кетпейсің ғой. қалай таңдайсың? Енді қалай не көрмесің, бойынша жақсы таңдайсың? көрмесең, махаббатың болмаса қалай таңдайсың? Кездесесің ғой. Кездесесің. Иә. Екі көзі бірдей болып тұрса абылдамасын. жоқ сен айтып Шашы бар отырсың болса, Қылый болса. жоқ үйленген қылый әкім. Сіз әкім қайда қарап отыр дейді. махаббатпен үйленесің үйленеді ғой в целом ал сен немен үйленесің сол кезде Ақшамен. Жоқ енді сен үйленуге дейін қызды қалай таңдайсың енді Иә, үйленуден критерий кейін қалай махаббат қоясың? болатын болса оған дейін махаббат болмаса қалай? үйленген Ол по-любому қыздармен кездесесің, көресің. Махаббатсыз кездесесің ба сонда ол қалай ол? Махаббатсыз кездесу дейін бола ма? болмайды в целом махаббатсыз кездесу Вот. Бет алды әркіммен кездесесің ба? иә Иә. сосын Мынау Жоқ, сен- мынау барып тұрған үй сенің сұмдық қой үй. жоқ сен мысалы әр қызбен кездесесің мына қыз үйленетін қыз екен деп қалай ойлайсың ол Мынау тәрбиелі қыз болса нақсүйері, мынау аққолтық деп қалай таңдайсың? иә махаббатың болмаса Негізі сен образды қиналып қалдың негізі. Жазида Иә. қарас. жоқ әдемі сөйлеп отырған қыздар болса сен үйлене салсаң бәрібір сен үйленгеннен кейін махаббатың ашылмайды ол ашылмайды да өзіне қиналасың ғой сол кезде жоқ ол жерде мынандай да короче алдында тоже бір жігіттермен сондай әңгіме болды да. Қай жігіттер, қай жерде? қарашы рамазанның бүкіл әңгіме сен ренжіме маған но сен барлық әңгімен бір жігітпен болған әңгіме абреновпен болған әңгіме абайдың әңгіме сен жеке ойың Тек жігіттермен жоқ болса? па айтшы Сәл күдіктен үйден Алмирасын бетінен сүйген видео ілмей. а еще сенің қасында отқан видео бар ғой менде бар Оны айт. жариялап жіберейін ба екеуінің әдемі видео бар үйде Өзі ана сабақтан бос кезде базарда қалып кетсін. Мен де айтып қойдым. колготки кезетін ба Өзі таныс отқан кейін. Айтамын. иә жаңағы тыңдайықшы Рубашканы арқон енесейдің бойына добығасың ба? Күні бір жасылар тұрып қойды деп. жоқ бізге қызық болып тұр неге байланысты таңдайсың неге байланысты таңдайсың критерий қалай қоясың әйеліне По-любому 2 сұрақ қою арқылы не Мынандай екі болады. сұрақ. Атың кім? жоқ қара 3 қыз отыр үшеуіне 2 сұрақ қоясың бірде Қалай 3 қыз? Үшеуі бірдей, үшеуі. Бір-бірден кездесуге болмай ма? болады жақсы Үшеуі бірге тұр, бір-бірінен кабинетіне кіреді. Өмірге деген көзқарасын сұрайсың. Болашақ 5 жылдан кейін қалай көреді өзін деген сияқты сұрақтар болады. Сұрақпен Сұрайсың. Ол қызда да махаббат жоқ. анализ жасап отырасың. Жоқ, ол қызда да махаббат жоқ. Қалай үйленесің? екеуіне де махаббат жоқ Жоқ, андай ғой, а сендер короче. сонда мына жерде Уже, партнер боласыңдар просто так короче, андай болады да, үйленгеннен кейінгі махаббат деген сол махаббат қой, только үйленіп алғаннан кейін жасайсың да, жаңағы внимание бөлесің, гүл сыйлайсың деген сияқты әңгіме ғой. Оған дейін махаббатсыз емес, просто махаббат болады, просто жаңағыдай қатты ынта жігермен беріліп дегенде ол үйленгеннен кейін істейсің деп. Соңғы гүлді, Сонда- жаңағы 101 розаны үйленгеннен кейін дейсің Да, ғой. да, да. сен сонда Үйленгенге дейін ондай ештеңе жоқ. жоқ сұрақ қою арқылы бірден қалай таңдайсың типа все үйленгеннен кейін нахуй Жердегі алтын неше ұмыттаған шығармын дейді. 0,86 спрактың бар ма? Болт аламын дейді. мысалы ол қыздар ұзақ уақыт жүріп махаббат пайда болады қыздарда жігіт әлде бірден жақсы көру деген бар ма сендерде бір көргеннен ұнату Ұлданы. Ұнату мен ол ғашық жақсы көріп ары қарай ғашық болу деген екі түрлі нәрсе ғой негізі. мен мысал келтіріп берейінші Ұнату ол просто көресің, мынау күшті, мынаның киімі күшті екен, мынаның рубашкасы күшті екен деп. Ұната саласың просто. Ал оған ғашық болып күні-түні ойлап сол нәрсе ойыңнан кетпей қалу керек ол ғашықтық. Екі түрлі нәрсе да. Жақсы көру. ана мысал айтсай типа гүлді ұнатсаң оны жұлып аласың ал жақсы көрсең өсіресің Напилейсің. деп Өсіріп, қолдап жіберсеңдер Өсіріп вау ұзатасың. қандай күшті сөз вау, қандай күшті. вообще қолдау білмейсің Көзсезім отырып бүйтіп. вообще поддержка Сәл ақиқаттау ма? Таулау ма, ағаштау Біздің ма? бүгінгі выпуск осылай подкасттау ма? Ұрсыстау ма? Сондай лавистеу ма? Бірдеңе болу. иә достар сіздермен көріскенімізге қуаныштымыз Бұдан кейін ойлаңдаршы, бұдан кейін бұндай әңгіме етпейміз. Кейін Жылауым келеміз келген. 3 айдан кейін. Бұйырса. Қалай дейді? әңгіме ауыр ғой вообще Шынында санаға келеді деймін. қалайсың айта салдың біз қиындап Может, Құдай аузына салып отыр. құдай сақтасын Бәлкім. Жұма Мен- күні мен сенемін. қалу кету әбден мүмкін.
Үш анау жұма намаз оқып. Жоқ, жүреді. Құдай сақтасын. Махаббатты шынайы сезініп келіп, бір рет болсын лавиз түсірейікші. Содан кейін мақұл. жоқ Я бұйырса, менің үйге баранды бала шағамызбен келіп түсірейікші. Қойшы миымыз ашып. бұйырса, менің миымыз ашып дейді. бұйырса. Тат. Бала шағамен қалай отырасың? Күшті ғой, мына жақта балаларың шулап жүреді. Қайрат аға шу деп тұрады. Ана жерде қасыңда әйелің отырады, құлағыңа сорлап лайт деп. Төрт әйелім, иә. Абай құнанбай отыр дедім. Әмірейін отырады. Айтып жейін да. 5-6 жігіт отырса. Рұқсат болса айтып жейін. Мына жақ тағам болып кетсе әңгіме Рұқсат болса айтып жейін. Бұйырса менің махаббатым андай шайдан кейін осы лайв түсірген кезде екеуміз күшті әңгімелер айтуды нәсіп етсін қарадым. Жоқ, шайдан кейін өзіңе хат жаз деген бар еді ғой. Жоқ. Просто мен махаббатым айтып қойып отырмын, ертең кетіп шығармын может. Иә. Хаттан милый болып отырмын. Мынаны істеме дейді. Ал менің махаббатым, мен осы жерде айтамын ғой, типа жігіттің осындай образ болу керек, мынандай болу керек. Мен сенің сондай образдарыңмен мақтанып айтып отырайын. Сен төрт рет видео түсіресің. Ақылдыққа мынау деп. Екінші айын атып кім еді? Неме айтып кеттің? Құрметті махаббатсыз үйленейін деп тұрған қызының өзі. Еще 4 әйелге. Еще әрбірмен азаматтық неке типа. Андай ойлаш. Еще бәрі жігіт. Сенде лидерлік қасиет бар, сен бәйбіше болып лайықтысың. Сен активсің ғой универде деп. Вот, көрдің ба, сен универде қиналдың, жұмыс істедің, міне саған пайдасы тиіп отыр. Бәйбіше болып отырсың. Көшбасшылық қабілет бар сенің бойыңда. Мен сенен бірден Ана үшті қалды басқарып жүрді. ішті қалмай кеттік жастар ұғының видеосын түсірсек. Массовка кереді дейді. Так жаңа видео түсіріп жатыр кетіп үшеуіміз. Дариға апай, әйелдеріңе жазатсың. Волонтер керек деп. Председатель Рамазан. Сондай көріп барады. Имаш қойма. Рамазанда. Болды. Қорытындылайық ба? Әлде біздің әңгімемізді тағы тыңдағыларыңыз келіп жатыр ма? Я десем де шоу. Неме, кімден сұрап отырсың? Камераны өшіп жақтай отырып. Біздің тірі көрермендеріміз де бар ғой. Ақиқат сол деш. Бір. Әңгіменің дәңгелін айтты ол. Ары-қарай гәп болып кетті ол. Неге біз ол кісіні тыңдаймыз? Давайте оған қарсы шығайық. Айта беремін. 2 сағат қылып шығарсақ па? Білмейміз, ашай өзіміз. Қайрат ағай, бізге Қайрат ағай ренжімесе біз айта береміз, ағай. Біз отыра береміз. Атжемнің махаббат жоқ емес, махаббат бар ағай. Ол дәлелдейді. Махаббат жоқ. Неге махаббат жоқ деп отырсыңдар мысалы? Бар ғой? Ей, біз махаббат жоқ деген жоқ ол, просто бізге кездеспей жүр ол. Қайда жүрген білмейміз. Жоқ, махаббат жоқ. Оны негізі алтын бар ғой? Махаббатты внимание жетіспей жүрген адамдар ойынан шығарып алған. Ойбай. Алтын бар ғой? Алтынды махаббатқа теңестіруге болады. Алтын андай жерге көмілсе. Алтын жерге көміледі ғой. Алтын қашып кетті деп айтады. Жерге көмілген алтын адам іздеген сайын ол жер аузына қашып кетеді мысалы. Ол бізде махаббат тоже солай сияқты. Біз іздеген сайын оны қуған сайын қашып жатқан сияқты бізде. Сол себепті іздемеңдер екеуіміз. Іздемеңдер. Мен іздеп те жүрген жоқпын. Өз тапсын мен пиздеш. Сен қандай қалай сөйлейсің вообще? Махаббат бұйырса ғой. Қойна жылай мұқтаж болып кетті. Жоқ, біз Бір махаббат берші маған, құдай. Мен махаббат берші. 999 махаббат берсең алмаймын. Алдар өзі. Жалпы осы біздің Лайс бағдарламасының осы маусымдағы соңғы сериясы болды, соңғы шығарылымы. Күшті пайдалы әңгімелер айттық деп ойлаймыз осы 3 шығарылым бойынша. Бізбен бірге болғандарыңызға, бізді қолдағандарыңызға рахмет, баршаларыңызға алғысымызды білдіреміз. Үшеуміздің қанша еркелігімізді, үшеуміздің әңгімелерімізді көргендеріңізге рахмет, спасибо. Просто тыңдап отқандарың үшін рахмет. Біз сендерді жақсы көреміз. Мен білмеймін сен кімсің қазір қарап отырсың, бірақ мен сені қатты құшақтадым. Мен әр көрерменді жақсы көремін просто.
люблю. мұқтаж махаббатқа мұқтаж. Мен көрермендердің махаббаттарын айтып жатырмын. Олардың махаббаттары маған қымбат. Қарны бар, аға қарап отыр. Құшақтай алмайсың ода. Сақал. Ал, Ромас сен енді өзің рахметіңді айта қой. Негізі бір қатты бір пайдалы ақпарат берген жоқпыз ғой. Неге? Аяғып отырмын. Осы әңгімеден кейін біраз адамның өзі отношениесі дұрысталған деп естідім. Ойлашы. Біз әшейін сандалып әңгіме айтып отырдық та, біз сандалып әңгіме айтып отырдық 500% та, ол әңгімелер жұртқа пайдасы тиіп кетті. Иә. И біз үшеумізді де басқаша ойлап жатыр уже адамдар. Үшеумізге де сауаптан жазылып отыр десең. Иә? Бір жұпта қосылып кетіп жатса, ол несі айып. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, осы маусымда бізді қолдап, бізбен қуанышта да, қайғыда да бірге болғандар. Бізде қайғы болмады ғой. Қайғы ермек кетіп қалған кезде болды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше Аман сау болыңыз. келесі кездескенше біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше деп айтамыз. Демеңіздер, мына балдар подкастты аяп қалды. Уақытымызда мына жерге таяп қалды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Біздің лайбес осымен аяқталды. Бізге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі көп адамдар көреді, бірақ пікір жазбайды екен. Пікір жазыңыздар, бізге сіздің пікіріңіз өте маңызды. Осы біз талқылаған әңгімелерді талқылай кім қай позицияны қолдайды? Рамазандікін ба, Гүлзаттікін ба? Әрине менікін қолдайсыздар ма? Мені ешкім қолдамайды ғой. Менікін қолдап кетіңіздер, негізі сонда да. Мен шынымды айтамын, наларға қараймын. Рамазан қолдаса. Қазақстанның болашағын бірге құрастырайық. Сайлау қылып жүрсің. Ана перевод істейік. Аян мені қолдайтын сияқты. Перевод істеп көтерейік. Бүйтіп па? Аян маған Айтпақшылар, қазір университеттің видеолары күшті болып жатыр ғой, соған атсалысып жүрген осы жандар. Және Ермек. Және Бәкежан ағай. Бәкжан ағайдың арқасында, Бәкжан ағайдың бастауы, Қайрат ағайдың бар. Қайрат ағай Қайрат ағай лучший оператор ма? ол топ қой, топчик қой. Бізге ұзағырақ отырып Рамазан топик. Бәкжан ағай келгелі қатты болып жатыр, негізі байқадым. Қатты болып жатыр. Бізге донер әперіп сүрек бізет видеоларын айтып жүр. Саған әперді. Университетте донер пайда болды. Саған әперді. Маған да берді. Біз напкада жеттік. Біз еще пицца жедік қой. Жақсы, олыңыздар. Давайте, пока. Қайрат ағай уақыт дейді. Маған неге бермейді, әпермейді деді. Сол ғой дейді.